Барлықтарыңызға сәлем қыздар, бүгін сіздерге тестасы 3 ақ заттан тұратын үй жағдайында дәл мейрамханадағыдай пицца дайындап көрсетемін. Ол үшін бізге ең алдымен бір пиала айран керек болады. Айранның үстіне жарты шай қасық сода салып, жақсылап көпіргенше осылай қасықпен араластырып аламыз. Сосын оның үстіне жарты пиала сұйық майымызды құйып, тағы да жақсылап араластырамыз. Үстінен електен өтілген ұнымызды аз-аздан салып, жұмсақ қамыр илеп аламыз. Міне осымен қамырымыз дайын. Бірден пиццаны осылай қолымызбен жайып, дөңгелетіп алсақ болады. Ешқандай да 20 минутқа тындырып, немесе ашытудың қажеті жоқ. Бірден осылай қолымызбен қалпын жасап, ішіне салмасын дәл видеодағыдай салып, өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша түрлі салмалар жасаңыздар болады. Ешқандай майонез, кетчуп салмаймын. Осылай бір қасықты толтырып томат пастасын жағып жам, соның өзі жетеді. Сосын ең астына аздап сырдан осылай терканы өткізіп жіберемін. Колбаса, помидор сияқты салмаларды салып, осылай рет-ретімен теріп шығамын. Салмаларын салып болған соң 20-25 минутқа 220 градус қызып тұрған пеште пісіріп аламыз. Пісуіне 5 минут қалған кезде үккіштен өткізілген сырларымызды осылай сырдың бетіне сеуіп, тағы да ерігенше 5-10 минут бойы пісіріп аламыз. Міне қыздар, біздің сырымыз еріп, пиццамыз дайын болды. Бұл өте керемет әрі жұмсақ болып шығады. Барлықтарыңызға осы рецепт бойынша жасап көруге кеңес беремін. Барлықтарыңыздың көңілдеріңізден шығады. Егер видео ұнаған болса, лайк басып, комментарий қалдырып, каналыма подписаться етуді ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға ас болсын.